Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге іштің қатуы, запор және оның емі жайлы айтатын боламын. Егер сізде іштің қатуы, запор болса, видеоны толық қарауға кеңес беремін, және осылай іштің қатуы мазалап жүрген достарыңыз болса, оларға да видеоны жіберіңіз, олар да біліп жүрсін. Іштің қатуы, запор бұл ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмысының бұзылуы, нәтижесінде ішек қозғалысының жиілігі азаяды, нәжіс қатаяды және өтудің қиын болуы. Запор кең таралған мәселе, ол көбінесе өмір салты мен тамақтану тәртібіне байланысты болады. Іштің қатуының себептері: 1. Дұрыс емес тамақтану. Талшыққа, клетчаткаға бай тағамдардың тапшылығы. Сұйықтықтың аз мөлшері, су ішпеу. Жиі майлы, қышқыл немесе өңделген тағамдарды тұтыну. 2. Физикалық белсенділіктің жетіспеушілігі. Жиі отыру, аз қозғалу ішек жұмысының баяулауына келеді. 3. Стресс және психологиялық факторлар. Стресс, қорқыныш немесе алаңдаушылық ас қорыту жүйесінің жұмысын бұзуы мүмкін. 4. Медикаменттер. Кейбір дәрілердің, мысалы, ауырсынуды басатын дәрілер, антидепрессанттар, антигистаминдер ішек жұмысын баяулатуы мүмкін. 5. Ішек аурулары. Ішек қабынуы, полиптер, ішек инфекциялары немесе басқа аурулар іштің қатуына себеп болуы мүмкін. 6. Гормондық өзгерістер. Жүктілік, гипотиреоз, қалқанша безінің қызметінің төмендеуі, қарттық кезеңдегі гормондық өзгерістер ішек қозғалысының баяулауына әсер етуі мүмкін. 7. Дефекация әдетінің бұзылуы. Іштің қатуы кезінде дәретханаға баруға деген табиғи қажеттілікті елемеу немесе оны ұстап тұру әдеті іштің қатуының белгілері. Күнделікті нәжіс шығару жиілігінің азаюы, әдетте аптасына 3 реттен кем. Нәжістің қатты немесе ірі болуы. Іштің толық сезімі және ауырсыну. Іште газдың көп жиналуы, кебу және іштің үрленуі. Нәжісті шығару кезінде қиындықтар мен ауырсыну. Іштің қатуын емдеу әдістері. 1. Тамақтануды жақсарту. Талшыққа бай тағамдар. Талшық ішектің жұмысын жақсартады, нәжістің жұмсаруы мен өтудің жеңілдеуіне көмектеседі. Күнделікті рационға көкөністер, жемістер, тұтас дәнді дақылдар мен бұршақ дақылдары қосыңыз. Талшықты тағамдар: сәбіз, брокколи, қырыққабат, алма, алмұрт, сұлы, қарақұмық, бұрықжасымық. Сұйықтықты көбейту: күніне 1-5-2 литр су ішуді ұмытпаңыз. Жылы сұйықтық, шай, сорпа, ішек қозғалысын жақсартуға ықпал етеді. Майлы тағамдар: аздап майлы тағамдар ішек қозғалысын жеңілдетеді. Бірақ майлы тағамдардың мөлшерін бақылау маңызды. 2. Физикалық белсенділік. Белсенді қозғалыс ішек жұмысын ынталандырады. Күніне 30 минут жүріп, жеңіл жаттығулар жасаңыз. Жаяу жүру, жүгіру, йога, пилатес және басқа да жаттығулар ішектің белсенділігін арттырады. 3. Табиғи емдеу әдістері. Алоэ вера. Алоэ вера гелі ішек қозғалысын жақсартуға көмектеседі. Бірақ оны ұзақ уақыт қолданбаңыз, себебі ол ішекке тәуелділік тудыруы мүмкін. Лимон мен бал. Жылы сумен араластырылған лимон мен бал ішек қозғалысын жақсартуға көмектеседі. Сұлы жармасы. Сұлы жармасы ішектің жұмысына оң әсер етеді. Ол көп талшықты және ішек қозғалысын жақсартады. 4. Медикаменттер. Лактулоза. Бұл ішекті жұмсартып, нәжістің өтімділігін жақсартатын препарат. Сенна немесе басқа да өсімдік тұқымдас ішек тазартқыш дәрілер. Бұл дәрілер ішекке әсер етіп, оның қозғалысын ынталандырады. Тәбетті арттыратын дәрілер. Кейде дәрігер ішек жұмысын жақсартуға арналған препараттарды тағайындайды. 5. Психологиялық әдістер. Стрессті басқару. Күнделікті стрессті азайту ішек жұмысына оң әсер етеді. Медитация, терең тыныс алу жаттығулары, йога және басқа да релаксация әдістері ішек қозғалысын жақсартуға көмектеседі. 6. Дәретханаға жиі бару әдеті. Дәретханаға баруға деген қажеттілікті ұстап қалмаңыз. Ішек қозғалысы әр адамда әр түрлі, бірақ белгілі бір уақыт аралығында дәретханаға баруды әдетке айналдыру қажет. Қосымша кеңестер: жеміс-жидектер мен көкөністер көбінесе ішекке пайдалы талшықтарды қамтамасыз етеді. Әсіресе алма, алмұрт,
жүзім, қызанақ және жұмсақ көкөністер ішек жұмысына әсер етеді. Жаңғақтар мен тұқымдар да пайдалы. Күнбағыс тұқымдары, бадам, кешью және жаңғақтар ішек жұмысын жақсартуға ықпал етеді. Іштің қатуын емдеу үшін дұрыс тамақтану, жеткілікті сұйықтық ішу, физикалық белсенділікті арттыру, стресс деңгейін басқару және дәрігердің кеңесін алу маңызды. Егер іштің қатуы ұзақ уақыт бойы немесе басқа белгілермен, аурулар, қан ағуы, қатты ауырсыну бірге жүрсе, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Видео пайдалы болса арнаға жазылып достарыңызбен бөлісіңіз. Назарларыңызға рахмет.